Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сәпірбай Айырым. Видеоны қарамастан бірінші тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Мен алдымен сіздерге бүгінгі ойында ойнайтын кейіпкерлерді таныстырып шығайын. Бұл осы жерде болатын ең жақсы қатал емес апай, ал бұл өте қатал апай болады. Және сіздер алдымен видеоны бастамастан дәл экран алдына отырып алыңыз, теледидардың алдына отырып алыңыздар. Жайғасып отырып алыңыздар. Ал мен сіздерге екі кейіпкерді таныстырдым. Енді қалған кейіпкерді таныстырайын. Және достар, өздеріңіз қарап отқандай, ол мультфильм, яғни детский дом болатын, балалар үйі түсіретін болады. Жаңа ғана екі кейіпкерді, яғни екі апайды таныстырдым. Ол апай кезек-кезектен беретін болады. Және қыздарда мына қыз Әлия болады. Олар кішкентайынан бері осы детдомда өмір сүріп жүр. Әлі еш апайлар да, ағайлар да келіп алып кеткен жоқ. Мынау Әлия, ал мынау Арай болатын. Ал мынау Ержан, ал мынау Ербол болады. Бұларды да кішкентай кезінен бері ешкім алып кетпеді. Айтпақшы, мен сіздерге детдомды түсіндіріп шығайын. Бұл жер, яғни бұл жерде өздеріңіз отырып таза ауа жұтасыздар. Ал бұл жер қыздардың бөлмесі. Ал бұл жер кухня. Ал мына жер сабақ өтесің, либо тамақ жейсің. Сондай жер. Және бұл жер ұлдардың бөлмесі, ал бұл жер ойнайтын жер. Ал енді видеоны бастайық. Балалар, бүгін біз сабақ өтеміз. Кәнекей, Ақерке апайларың жоқ деп, өздерің ырвандауды қойыңдар. Менің көзімше ырвандамайсыңдар, тек Ақерке апайларың көзінше еркелейсіңдер. Түсіндіңдер ме? Я, апай, түсіндік. Жақсы, алдымен сабағымызды бастайық. Бүгінгі тақырыпты күннің жанын жаза беріңдер. Алдымен үй жұмысын сұрайын. Алия, үй жұмысын айта ғой. Апай, мен дайын емеспін. Қашан сендер дайын боласыңдар? Арай, сен айтатын шығарсың. Осы үздіксің ғой. Апай, мен кішкене дайындау болсам болады ма? Саған не болған? Үзік едің ғой, үзікпін деп мақтанып, еркеліп, үзіктен түскің келіп жүр ма? Апай, кешіріңізші. Маған ондай сөз айтпай енді. Ербол, сабақты айта ғой. Апай, мен де дайын емеспін. Ержан, сен айтшы. Жарайды. 2 бақанда 3 бақан болады. Наурыз мерекесінде 2 бақандар болады. 2 бақанда 2 немесе одан да көп адамдар болып отыра алады. Наурыз келген кезде дастарханға алдымен нанды қояды, және наурыз көжелер қойылады, және бауырсақтар, одан да басқа наурызға арналған тағамдар қойылады. Және адамдар наурыз кезінде көже ішеді. Олар наурыз кезінде ұлттық тағамдардың барлығын ішеді. Өте жақсы дайындалып кепті. Осын айту қиын ба? Ойынан ойлап келген ғой миынан. Осын айту қиын ба? Тап күнін жанын жазыңдар ма? Енді тапсырманы өтейік. Мен сендерге бір есеп берем, сендер соны шығарасыңдар. Түсіндіңдер ма? Жарайды, апай. Не, тек Әлиядан басқа ешқайсың жарайды демейсіңдер ма? Жарайды, апай. Жақсы. Сендер маған не жазып отырсыңдар? Әлі болмадыңдар ғой тапсырманы. Не сурет салып отырсыңдар, а? Сен Ержан ғана тапсырманы жазып отыр екен ғой. Сен қыз бар ғой, Ақерке. Арай, сен вообще үзіктен түсіріп тастайын ба? Кешіріңізші, апай. Сен Ержан көтерілейін деп жүрген сияқты. Жақсы, тез математикаларыңды өтіңдер. Ал балалар, қазақ тілге келдік. Дәптерлеріңе бүгінгі күннің жанымен тапсырманы жазыңдар. Тағы да еркелемейсіңдер. Үй жұмысына кім дайын? Қазақ тілін.
Әлия, сен айта қойшы, сен дайын шығарсың. Апай, мен тағы да дайын емеспін. Не істедіңдер дайындалмайтындай? Вообще нервыма тимеңдерші. Арай, сен айтатын шығарсың, хотя бы үздіксің, математикадан дайын емессің. Жақсы, апай, бірақ мен үй жұмысына шыны керек дайын емеспін. Не істедіңдер дайындалмайтындай, а? Айтпа маған, дымды да айтпа. Жыламаңшы көз жастарына қарап. Нешен кесемен? Өзіміздің комнатамызды жинадық. Кім айтты жинадып? Сабағыңа дайындалмайсың ба? Апай, өзіңіз айттыңыз ғой. Қойша болды, қойш. Ержан, Ербол екеуінің қайсысы дайынсыңдар? Апай, екеуміз де дайынбыз. Қанеке, екеуің кезектесіп айтып беріңші. Апай, мен бірінші айтсам болады ма? Айта ғой, тыңдап тұрмын. Біз Наурызды өте қатты жақсы көреміз. Тек Наурыз емес, одан керек мерекелерді де жақсы көреміз. Біз мерекелерді қызыға қатты тойлаймыз. Әркімнің өзіне керек, әр мамандықтар өзінің мерекелерін тойлайды. Мысалы, дәрігерлер, мұғалімдер, тағы да басқа. Және осы мерекелердің арасында 7 май, 8 Наурыз, және 1 маусым халықаралық балалардың күні, ал 1 мамыр Қазақстанның бірлігі күні. Жарайды. Саған да 5 қоя салайын, сен де дайындалған шығарсың. Екеуіңдікі бір. Иә, апай, бірақ айтып берсем болады ма? Жоқ, отыра бер. Осыны айту қиын ба енді? Той, бір оқысаңдар, әңгімелеп аласыңдар ғой. Жақсы. Жазыңдар да. Бүгінгі сабақты суреттеріңді сала бердіңдер. Мен қазір өздерім минут берем, сендер соның ішінде сурет саласыңдар. Содан кейін мен кім мықты емес екенін білемін. Жарайды, апай. Кәнеки, уақыт бітті. Кім салып болды? Сен неге салмай отырсың? Әңгімені беріп, а? Апай, кешіріңізші. Карандаш жоқ. Ортада тұрған не сонда? Карандаш емес па? Цветной карандаш. Қолыңда да карандаш. Ортада тұрған не дедім мен? Ручка майлы барлығы, а? Дым да істемейтін. Кешіріңіз. Кешірмеймін мен ешқайсыңды. Міне әдемі қылып салыпты суретті. Міне мұны үшеу әдемі салыпты. Сен неге салмайсың суретті, а? Кешіріңіз. Кешірмеймін дедім. Жақсы, сабақ аяқталды. Тезірек осы столдың үстін жинап тастаңдар. Мен кеттім, тамақ пісіре берем. Содан кейін өздеріңе тамақ берем. Сол тамақты жемесеңдер, таяқ жейсіңдер. Жарайды. Туыз, апай да маған ұнамай кетті. Ақырки апай қашан келеді екен? Сол ғой, мазақтамаңдаршы. Жақсы апай емес па? Өзің сабақты жақсы оқығаннан кейін сені апай жақсы деп тәрбиелейді. Ал не үшін? Онда не үшін сендер сабаққа дайындап келмейсіңдер? Қайта мақтаған күшті емес па? Мазақтаған емес. Я түсінім, келесіде дайындап келем. Жақсы, біз өзіміздің затымызды жинап тастайық. Менің қатты қарным ашты. Тағы да каша мен бір сүтті бермесе жақсы ғой. Соны береді, біз қашанға дейін соны жейміз. Ал Ақерке апай күшті зат береді. Иә, оны да армандапсың. Ал бол, тамақтарыңды жей беріңдер. Тағы да каш мен сүтті жей береміз ба, апай? Қайта соны бергеніме шүкір, тамақ бермей етқан жоқпын. Ақерке апайларың берсін сендерге. Ақерке апайларың оқытқан кезде сендерге күшті тамақ берер. Мен оқытқан кезде кашы мен сүтті ішесіңдер. Түсініңдер ма? Кішкентай кезімізден осының дәмін аузымыздан кетпеді. Сіз жеп отқан тамақтай біз де жегіміз келеді. Ал сіздер де өзіңіз жей бересіз. Потому что ананың барлығы сендерге арналған. Осы тамаққа да көп ақша кеткен. Қойшы, бермеді емес, берді ғой. Жей берші, не істеймін? Қойшы, маған ұнамайды. Жей енді. Тағы да қарның ашып отырады. Бұны жесем болды, кішкене қарнын тояды. Жарайды.
Маған бұл ұнамайды. Не істеймін де жеу керек па? Болды, мен кеттім. Маған бұл ұнамады вообще. Бұл қызды қуат әйтеуір тамақ берді ғой. Жүр, ақырки екеуміз күшті болып сөйлесейік. Мұны кім жинайды? Балдарға айта салам. Не? Жүре береді ма? Жақсы. Кеттік, жүр. Далаға күшті болып отырмаймыз ба? Сен отыра бер. Еді, ана қызды шақыр. Не болды, апай? Екеуің мені дастархан жинап тастан, және ананда ыдысты жуып, орнына қойып қойың. Мен келгенде таза болып тұрсын, түсіңдер ма? Жарайды, апай. Жақсы, болыңдар тез, мені күттірмей. Екеуміз сөйлейміз. Осыны біз жинай береміз. Хотя бы ана жақтан ыдыс жуатын мойка бар, біз жумаймыз. Солға ішіп қашымен сүтті береді ма? Жынды адам құсап бұрыннан бері ішіп келе жатыр. Осы апай ұнамайды маған. Маған да. Әйтеуір шыдап жүр қой, әйтеуір тамақ берді. Маған Ақерке апай қатты сол апайды жақсы көремін. Ол апай келгенде өзімізге тамақ береді. Уже ертеңнен бастап Ақерке апай, сосын аргүні осы апай. Әже ма? Ақерке апайға сабақ оқымай қояқшы десек, оқытпайды, ойын ойнай береміз. Ал баруға осы апайға айтсақ, нервқа деп айқайлап шығады. Жақсы, тезірек орнына қойып тастайық, қазір естіп қалар. Сосын бәлеге қалып жүреміз. Тағы да одан да жақсы емес па? Тағы да тамақ бермей қояр. Сосын жүреміз тамақсыз. Хотя осы сәт болған шүкір. Қазір ұлдарды шақырып бірдеңеден әңгімелесу керек. Менде бір идея болып тұр, бірақ ол идеяны мына апайлар естіп қоймаса болды. Оны тек өзіміздің арамызда ғана айтамыз. Қазір сен ұлдарды шақыра бер, мен мыналарды орналастырып тастайын, жақсы ма? Біздің бөлмеге шақыр, барлығымыз өзіміз әңгімелесеміз. Жарайды, шақырайын. Қандай әңгіме? Оның сол жақта айтамын. Әйтпесе ана апай естіп қалады. Сол әңгімені қатты тез айту керек. Ұлдар жүріңдер, біздің кабинетке келіңдер. Бір қызу бір әңгіме болып тұр. Сол әңгімені сендер де естіп алыңдаршы. Әйтпесе қалып қоясыңдар. Жарайды. Не алдың деп жатсыңдар. Ал сау болыңыздар достар, келесі бөлімді күтіңіздер. Всем пока-пока. Айтпақшы арнама тіркеліп лайк басыңыздар. Осы жерден видеоны тоқтаттым. Екінші частты күтіңіздер.